бүгін сіздерді ашық сабақта көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін бізде бөлімнің ең сондай бір қызықты тақырыбының бірі осы жаңағы патшалық бөлім жүргізген отбасылар сайтынан бізге тағы бір көрінісін көрсететін бір тақырып болып табылады. Сіздерді бүгінгі күнгі ашық сабақта көргеніме өте қуаныштымын. Қазір барлықтарыңызға бір тренинг өткізгім келіп тұр. Орныңызға тұрайық. Маған бұрыңыздар, барлықтарыңыз ал балалар. Австралияда жауды ең басын қайталайық. Сирия жатыр. Одан сайқат күн шықты. Мен сіздердің осындай бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, бақытқа болыңыз. Жасымыз осы үстелде бір саламыз жүргізіп. Бір саламыз. Енді бұл салмарға сәйкес төрт топқа бөлеміз. Бірінші топ мына жақта отырады. Екінші топ екінші үстелге отырады. Үшінші топ үшінші үстелге, төртінші топ төртінші үстелге. Бірінші топ осында. Екінші топ ана жақта. Үшінші топ бірінші топ мұнда. Төртінші топ. Қай жерде сұрады ма? Сұлужан, жақсы. Мына топта кім көшбасшы? Айжан, жақсы, бұл топта естай. Так, бұл топта балнұр. Не, көшбасшыларымызды сайладық. Балалар, енді біз сіздермен өткен жолы үлкен бір бөлімді тәмамдап жатырмыз, иә? Негізінен 19 ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстанның дамуын қарастырып жатырмыз сіздермен. Енді бұл бөлімде біз сіздермен көптеген тақырыптарды, маңызды тақырыптарды қарастырдық, иә? Мен сіздерге кішкене қайталау сұрақтары ретінде үйге тапсырма берген болатын. Енді қазір біз сіздермен үй тапсырмасын тексеру үшін жобасы бар. Так, мұнда жақсы балалар. Үй жұмысын тексеру үшін біз сіздермен үйге берілген тапсырманы қарастырайық. Сіздерге 6 сұрақ берілді. Бұл тапсырманы тексеру үшін сіздердің алдарыңызда мынандай шапалақ беріледі, қолдар. Енді ойынның шарты бойынша бұл тапсырма ақиқат жалғар деп аталады. Яғни сіздер ақиқат деген бұл сұрақтың жауабы ақиқат десеңіздер, онда 10 қолды боласыз. Барлықтарыңыз. Егер де бұл сұраққа жауап жалған десеңіздер, онда сол қолдарыңызды қағасыздар. Жақсы ма? Жақсы. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын сіздердің алдарыңызда мынандай критерийлер. Жалпы орындалған тапсырманың әрбір оқушы өзінің жаңағы ұпайларын қарастырып отырады. Бірінші тапсырмада бізде 6 сұрақ, яғни сіздер осы 6 сұрақтың жауабын дұрыс таптыңыздар ма жоқ па, өздеріңіз санап аласыздар. Сосын сабақтың соңында жаңағы бағаны шығаратын парақ осы болады. Қолыңызға, е? Жақсы, ал кеттік. Дайынбыз ба? Дайын болсаңыздар, топ басшылары маған фломастермен мынандай белгі беріп отыр. Жақсы ма? Жақсы, дайынбыз ба? Жақсы, дайынбыз. Ал бірінші сұрақ болды. 1867-1868 жылғы Қазақстан аумағына 1-82 жылдары ұйғырлар мен дүнгендердің Қазақстан аумағына жаппай қоныс аудару процесі жүрді. Ақиқат дегендер өзіне бір минус ұпай қояды. Бұл үдеріс 1881-84 жылдары жүргізілді, сол себептен бұл жауап жалған. Жартыларыңыз қателестіңіздер. 60 сұрақ. 19 ғасырдың екінші жартысында қазақтардың көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы құлдырай бастады. Бір ұпай қосасыздар. Жақсы, санаймыз ұпайларыңызды. Сонымен, алдымен мақсатын анықтау үшін сіздерге бір бөлек шумағы берілген, иә? Айкөз қайда барасын деп аталады. Сіздердің мақсаттарыңыз
1 минуттың ішінде бұл өлеңді өздігінің ішінен оқып алу. Сосын бұл өлеңнің тақырыбын, авторын анықтау және бастапқы проблемасын анықтау. Бұл өлеңнің жаңағы дескрипторын қарайтын болсаңыздар, өлеңнің авторын анықтайсыздар, екінші шығарманың тақырыбын анықтайсыздар, үшінші идеясын ашасыздар да, төртінші өзіндік пікірін білдіресіздер. Ал жақсы, енді бұл тапсырмаға сіздерге беріледі жалпы 3 минут. Сонда 1 минуттың ішінде оқып аласыздар, 2 минуттың ішінде жұппен ақылдасуға болады. Сосын өз идеяларыңызды мына парақтың үстіне жазуға болады. Сосын жаңағы 3 минут өткеннен кейін жұппен жаңағы бұны жауаптарыңызды қорғауға болады. Ал тапсырма орындауға уақыт берді. Тапсырманы тексеруге таймкиперлерді белгілейікші телефонмен 3 минутқа. Көп таймкипер болады, бірінші топтан. Қайден? Кие. Қойсаңыз, 3 минутқа. Жақсы? Ал, көштік. Көшбасшылар, белгі бересіздер. Қай топта еді? Жауап беруге. Бірінші топ. Жауап береміз. Екінші топта еді. Үшінші топ. Сіздер дайынсыздар ма? Жақсы. Үшінші, төртінші топ. Дайынсыздар. Жақсы. Ал екінші топтың жауабын тыңдайық. Екінші топтан бізде сөйлейді. Кім сіздерден сөйлейді? Сәлемі, иә? Жақсы, тұрып сөйлеңіз. Біріншіден өлеңнің жұмақтарын оқып алады. Аягөз сөнің бойында несібе ырыс тегіз қой, сай-салан толған жеміс қой, қырын маудың кіндігі. Ойын өнім егіз қой, айтуға ауыз келе ме, аягөз кімнің жері еді. Жер сауыры жайлы да, ел сауыры дел еді. Жер кімдікі дегенде, аға сатан қазылар, недеген жауыз еді. Жақсы. Сонымен, бұл өлеңнің авторы кім? Келісесіздер ма? Кімнің басқа ой бар? Кімнің басқа ой бар? Жақсы. Балнұр, жауабыңыз? Дұрыс, өте жақсы. Бұл өлеңнің авторы Дулат Бабатайұлы болды. Дулат Бабатайұлы. Жақсы. Енді, отырып қойыңыз, Сафина. Келесі сұрақ сіздерге. Осы шығарманың тақырыбын анықтаңыздаршы. Аягөз жермен айырылды. Тұр. Ажар? Оның тақырыбы аягөз жермен. Сіздерде ше? Естай. Аружан. Сол кездегі үлкен мәселелерді қозғау. Үлкен мәселелерді қозғау. Жақсы, қандай мәселелерді қозғауды бірінші топ? Қазақ жерін тартып алыну, сатып алыну. Жақсы, сіздер ше? Қалай ойлайсыздар? Шығыс Қазақстандағы аягөз жерлерін тартып алу және оның асыл екенін тартып алу. Жақсы, идеясы ашылды. Үшінші дескриптор ашылды, иә? Енді төртінші дескриптор. Өз ойыңызды қосыңызшы. Осы өлеңді оқыған кезінде қандай әсерде болдыңыз, не ұқтыңыз? Арай, тұр. Отаннан айырылғаннан жеңшілік осы өлеңге өзінің мұңын салып жазған. Дұрыс, зарлап жазып жатқандай сияқты, иә? Байқап отырсыздар, иә? Мұңлы өлең, өте мұңлы өлең. Жақсы балалар. 19 ғасырдың екінші жартысында пайда болды. Тіпті әдебиетте бір бағыт пайда болды. Зар заман деген бір кезең пайда болды. Сіздер оны әдебиеттен білесіздер. Жақсы, зар заманның өкілдерін кімдер екенін сіздер білесіздер ме? Айта аласыздар ма? Тұрып айтамыз. Жақсы. Дұрыс. Сосын? Дулат Мөңкейұлы. Жақсы. Сосын? Айжан? Шортанбай Қанайұлы. Дұрыс, өте жақсы. Бізге керегі осы үш тұлға. Шортанбай Қанайұлы, Дулат Мөңкейұлы және Дулат Бабажанұлы. Бабатайұлы жаңағы өлеңнің авторы керек болды. Жақсы. Енді осы балалар авторлар, олар зар заман деген жаңағы кезеңнің өкілдері болып табылады. Осы өкілдер жөнінде біз сіздермен бүгін қарастырамыз. Енді қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай? Тақырыбын ашайықшы сіздермен. Қалай ойлайсыздар? Сабақтың тақырыбы қандай?
екінші топта Майжан. Айта қойыңыз. Менің ойымша бүгінгі сабақтың тақырыбы Зарзаман. Жақсы, жалпы біз қандай бөлімде сіздермен тоқталып жатырмыз? Жақсы, 19-19 ғасырдың екінші жартысындағы жаңағы қазақ қоғамының тақтаға назар аударатын болсақ, балалар сіздер ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамын қарастырып жатырмыз, иә? Соның ішінде осы қазақ зиялыларының қалыптасуы маңыздылығын түсінуіміз керекпіз біз бүгін, иә? Жаңағы осы Зарзаман кезіндегі өкілдердің неге пайда болды, осы бағыттың әдебиетте қалай пайда болды және тарихта ол қандай көрініс алды. Иә, оның өкілдері кім және олардың шығармашылығымен танысамыз. Жақсы, сонда біздің бүгінгі зерттеу сұрағымыз қалай ойлайсыздар? Ең бастысы не болып табылады? Зерттеу сұрағымыз. Айта ғой. Айырылуы, соның қайда көрініс табуы? Бұл проблемалардың қайда көрініс табуы? Әдеби шығармаларды, яғни Зарзаманның ақындарының шығармашылығындағы бұл мәселелердің көтерілуі және де олардың қарастырылуы. Жақсы, балалар. Енді біз сіздермен келесі бір тапсырманы орындаймыз. Ол тапсырманы орындау үшін сіздер. Жақсы, енді сіздерге мынандай бір ерекшелік. Келесі тапсырмаға көшпес бұрын сіздерде мұнда бағалау парағы тұр. Естеріңде ме? Өлеңді талдау. Ал өздеріңізді бағалайсыздар, дескриптор бойынша анықтадыңыздар ма? Дұрыс анықтадыңыздар ма? Мұнда тек қана екі оқушы авторды дұрыс анықтады. Қалғандарыңызда үшінші пайдан болады, иә? Осы екі оқушы төрті пайдан болатын болса, қалғандарыңызда үш ұпай немесе одан да бір ұпайға кем болады, иә? Жақсы, белгіледіңіздер. Маған бұрыламыз, орындықтарыңызды тұрасыңдар. Бір видео қараймыз біз сіздермен. Оның ең негізгі идеясы мен жаңағы тақырыбын анықтайсыз, иә, байқайсыздар. Зарзаман туралы не білесің? Ол қай кезеңге тән? Зарзаманның өкілдері туралы не білесің? Осы сұрақтарға жауап берейік. Зарзаман туралы не білесің? Ол қай кезеңге тән? Қазақ қоғамы 19 ғасырдың ортасына дейін салт дәстүрін бере ұстанды. Тек 19 ғасырдың екінші жартысында патша үкіметінің отаршылдық саясаты қазақ қоғамына теріс әсерін тигізді. Қазақ даласын шын мәнінде орыстың майор шенді офицерлері басқарды. Бұрынғы ел билеудің хандық жүйесі жойылды. Төре тұқымдары аға сұлтандық қызметке патша шенеуніктерінің рұқсатымен отырды. Отаршылдық салдарынан әртүрлі ұлттық дәстүрге, болмысқа қарсы елде туындаған жағдайлар поэзияда Зарзаман деген бағытты туғызды. Сол кезде қазақ даласында әдебиеттің жаңа бағытының өкілдері шыға бастады. Бұл ақындар өз заманының айтыскер, сықақшыл, өткір тілді ақындары еді. Зарзаманның өкілдері туралы не білесің? Әдебиеттегі Зарзаман деп аталатын бағыттың бастамашысы ақын Шортанбай Анайұлы болды. Өзінің толғауларында ол Қазақстанның Ресейге қосылғаннан кейінгі кезеңдегі қазақтардың қайғылы дәуірін толғап, қазақ қоғамындағы сауда, ақша қатынастарының дамуы. Оның ең негізгі идеясы мен жаңағы тақырыбын анықтайсыз, иә, байқайсыздар. Зарзаман туралы не білесің? Ол қай кезеңге тән? Зарзаманның өкілдері туралы не білесің? Осы сұрақтарға жауап берейік. Зарзаман туралы не білесің? Ол қай кезеңге тән? Қазақ қоғамы 19 ғасырдың ортасына дейін салт дәстүрін бере ұстанды. Тек 19 ғасырдың екінші жартысында патша үкіметінің отаршылдық саясаты қазақ қоғамына теріс әсерін тигізді. Қазақ даласын шын мәнінде орыстың майор шенді офицерлері басқарды. Бұрынғы ел билеудің хандық жүйесі жойылды. Төре тұқымдары аға сұлтандық қызметке патша шенеуніктерінің рұқсатымен отырды. Отаршылдық салдарынан әртүрлі ұлттық дәстүрге, болмысқа қарсы елде туындаған жағдайлар поэзияда Зарзаман деген бағытты туғызды. Сол кезде қазақ даласында әдебиеттің жаңа бағытының өкілдері шыға бастады. Бұл ақындар өз заманының айтыскер, сықақшыл, өткір тілді ақындары еді. Зарзаманның өкілдері туралы не білесің? Әдебиеттегі Зарзаман деп аталатын бағыттың бастамашысы ақын Шортанбай Анайұлы болды. Өзінің толғауларында ол Қазақстанның Ресейге қосылғаннан
одан кейінгі кезеңдегі қазақтардың қайғылы дәуірін толғап, қазақ қоғамындағы сауда, ақша қатынастарының дамуына болған оқиғалармен тығыз байланысты. Мұраттың поэтикалық күші осы кезеңде ерекше көрінді. Үш қиян деген өлеңінде қазақ жерлерін отарлау жағдайындағы қазақтардың ауыр өмірін суреттеген. Ол отаршылдық саясат қазақтардың ежелгі жерлерін басып алып қана қоймай, жас ұрпақты тәрбиелеуге де кесірін тигізді деген алаңдаушылығын білдіреді. 1868 жылы 21 қазанда бекітілген Орынбор және Батыс Сібір генерал-губернаторлықтарының далалық облыстарын басқару туралы бағдаршамның негізінен үш түсі бар, ол қызыл, жасыл және сары. Жасыл түсін таңдағандар, қазір қолын көтергендер, олар, яғни мен бұл видеоны түсіндім, маған бұл мәселе қызықты және таныс болып жатыр, мен түсініп жатырмын. Сары түсті айтқан кезінде, егер қол көтерсеңіздер, яғни сіздерде сұрақ туындады маған, яғни видео бойынша сіздерде сұрақ туындады. Қызыл түсті таңдасаңыздар, яғни маған жарысынан көбі түсініксіз, немесе сұрақтарын көп дегенді білдіреді. Жақсы, енді сіздермен бағалап жіберейік. Түсінік деңгейлеріңізді қарайық. Сонымен, жасыл түсті таңдағандар. Софина, қалайсыз? Жақсы, түсінікті. Сары түсті таңдағандар бар ма? Жоқ. Сұрақтарыңыз жоқ па? Видео бойынша барлығы түсінікті. Жақсы. Енді біз сіздермен мынандай жұмыс атқарамыз. Балалар, түсіндіреміз енді бір-бірімізге. Жар заман ақындарымызға топтар жеткіземіз. Бірінші топ дайын, екінші топ сіздер. Үшінші топ дайын, төртінші топ дайын. Жұрттың санасын ояту, олардың қауіп-қатерін алдын ала ескерту және шығармаларда қазақ зардаптары жайлы нақты айтылған бұл көтерілетін негізгі мәселелер. Келесі топ. Үшінші топ жұмыстар. Үшінші топ. Сіздердің тақырыптарыңыз, сұрақтарыңыз, проблемалар. Зар заман шығармасы Шортанбай Қанайұлы қазақтардың ресейлерге көрген абзарлығы жайлы жазады. Зар заман кезіндегі қайраткерлер дәстүрлерін сақтап алу және дінді сақтап алу, жерлерін қорғау туралы жазып танылды. Және Мұрат Мыслиевтің үш қиян шығармасында барлық қазақтардың болып жатқан қиындықтарын Дулат Бабатайұлының шығармалары 1800 Топқа сөз беріледі. Тыңдайық, төртінші топта. Дәстүрлі қазақ қоғамы құндылықтарының өзгеруі, отаршылдық кезеңінің күшеюі, халықтың қатты күйзелуі тұсында өмір сүрген ұлт қайраткерлері зар заман ақындары ретінде танылды. Бұл зар заман ақындары. Жақсы. Зар заман ақындары Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы және де Мұрат Мүңкеұлы ақындар. Сіздердің сұрағыңызды қояйықшы ерекше. Сіздер жаңағы практикалық тұрғыдан осы Мүңкеұлының шығармасы арқылы жаңағы сипаттап жібердіңіздер, Жақсы, өте жақсы. Керемет, отырыңыздар. Балалар, өте өлім жазасына кесті. Жақсы. Зар заманның өкілдері қалай ойлайсыздар? Қоғамда үлкен ықпалға ие болды ма? Иә. Себебі қазақ халқы ол қандай халық? Одан басқа. Сөзге шешен және сөздің астарын жақсы түсінетін және тез қабылдай алатын халық, Сол себептен жаңағы зар заман өкілдерінің осы шығармаларынан біздер не көреміз? Халықтың мұңын, зарын және жағдайын көреді. Дұрыс, өте жақсы. Жақсы, сонда біз осындай кішігірім қорытынды жасап жатырмыз. Сонымен бір сөзбен айтқанда,
қазақ халқының тарихы осы шындығын кімдер ашты? заман өкілдері. Иә, сол себепті олар құдалауға жақсы, керемет, жауаптарыңыз жақсы. Так, солай ғой, олардың ең басты қызметі қандай болды сол кезінде? Зар заман ақындары қазақ жерлерін, шұрайлы жерлерін тартып алып, Патша үкіметі тартып алып, иә? Ұрпақ қыздыруы, діннен алақтату секілді империялық пиғылдан қарсы тұрды. Дұрыс. Яғни бұл жерде сіздер қандай идеяны айтып жатсыздар? Ақындардың поэзиясында халықтың санасын ояту және де қауіп-қатерді, зомбылықты, қауіп-қатерді ескерту. Жақсы. Айжан, сіз қосарыңыз бар ма? Бұл зар заманының ақындарының бірі ол Мұрат Мөңкеұлы. Ол «Үш қиян» деген өлеңінде Ресейдің Қазақстанда жаулап алуы мен отарлауы кезіндегі қазақ халқының ауыр жағдайы шынайы суреттейді. Оны біз мына жолдарда білеміз: етікті тартып алғаны, етекке қолды салғаны, жайықты тартып алғаны, жағаға қолды салғаны, ойылды тартып алғаны, ойындағысының болғаны, Маңғыстауда үштөбек, оны дағы алғаны, Үргеніш пен Бұғарға арбасын сүйреп барғаны, қоныстың бар ма қалғаны, мал мен басты есептеп, баланың сарылағаны аңғарсаңыз. Осы жаңағы топтың шығармашылық көзқараспен бұл жаңағы мәселені шешкендеріңізге өте ризамын. Неге? Біздің келесі тапсырмамыз сіздер жаңа өздеріңіз өз қалауларыңыз бойынша алған өлеңге сәйкес тапсырма болады. Қазір осы үш қиян өлеңін біз оқи отырып, сіздермен ең соңғы тапсырмамызды орындаймыз, сабақтың тапсырмасын. Бұл тапсырмада сіздердің мақсаттарыңыз, мен сіздерге қазір карта таратамын. Сол картада осы өлеңде айтылған үш жерді, үш географиялық орынды сіздер белгілейсіздер. Проблемалық географиялық орынды белгілейсіздер. Әрбіреулеріңіз картамен жұмыс істейсіздер. Ол үшін сіздер кітаптың 156 бетін пайдаланасыздар. Бұл жерде осы автордың өлеңі, үш қиян өлеңі бар. Сол өлеңді оқи отырып, бірінші 1 минуттың ішінде оқып аламыз. Содан соң картаны пайдалана отырып, үш географиялық орынды анықтаймыз. Неліктен олар осы зар заман өкілдерінің шығармаларына сондай нашар көзқарасты болды? Қалай ойлайсыз? Ресей халқының тарихына жаман әсер етеді. Дұрыс, жақсы. Одан басқа? Және де осылай қазақ халқы басқа қазақ ұрпақтарын білімге шығарады. Және де солай қазақ халқының тілі ары қарай дамып кетеді деп қорытты. Яғни қазақ ұлты өзінің тәуелсіздігіне қол жеткізеді деп олар қорытты. Сол себептен 19 ғасырдың екінші жартысындағы жаңағы ең басты мәселелердің бірі олар жаңағы осы зар заман өкілдерін жазалаушы. Жақсы, нақты айтатын болсақ, олармен не істелінді? Сондай-ақ балалар, ал бастаңыздар. Біздің тақырып зар заман өкілдерінің шығармашылықтарын жария қылған ақындарды неге қолдау саясатына ұшырап деген сұрақ, иә? Жақсы, бастаңыздар. Себебі сол кездегі қазақ ақындары шығармаларды насихаттау жолымен қазақ халқын оқуға білімге шақырған болатын. Және де осындай шығармаларды Ресей патшалық үкіметі бұған қатты наразы болды. Қарсы болды. Осы жаңағы топтың шығармашылық көзқараспен бұл жаңағы мәселені шешкендеріңізге өте ризамын. Неге? Біздің келесі тапсырмамыз сіздер жаңа өздеріңіз өз қалауларыңыз бойынша алған өлеңге сәйкес тапсырма болады. Қазір осы үш қиян өлеңін біз оқи отырып, сіздермен ең соңғы тапсырмамызды орындаймыз, сабақтың тапсырмасын. Бұл тапсырмада сіздердің мақсаттарыңыз, мен сіздерге қазір карта таратамын. Сол картада осы өлеңде айтылған үш жерді, үш географиялық орынды сіздер белгілейсіздер. Проблемалық географиялық орынды белгілейсіздер. Әрбіреулеріңіз картамен жұмыс істейсіздер. Ол үшін сіздер кітаптың 156 бетін пайдаланасыздар. Бұл жерде осы автордың
өлеңі, үш қиян өлеңі бар. Сол өлеңді оқи отырып, бірінші 1 минуттың ішінде оқып аламыз. Содан соң картаны пайдалана отырып, 3 география қолында анықтаймыз. Так, бірінші топтан Аялым. Аялым, қаламды аласыз. Қаламды пайдалана отырып, жаңағы 3 қиян өлеңдегі бір география қолында көрсетесіз. Қайсыны көрсеткіңіз келді? Жақсы. Курсор сияқты пайдаланасыз. Қараймыз, балалар. Барлығымыз қарайықшы? Жақсы, дұрыс па? Көрсетіп жатқаны? Жоқ, сіз мына жерде планшетте нетесіз, планшетте сызасыз да, оны курсор бетінде мұнда көрсетіледі. Жақсы? Қай жерде? Вот. Кімде солай? Еділ. Кімде еділ солай? Жақсы. Жақсы. Аялымды қошеметтеп қойып, жауабыңыз. 3-ші нүкте Маңғыстау жерінде орналасқан. Мына жерді көрсетіп жатсыз, иә? Курсормен етіңіз, белгілеңіз. Жақсы, келісеңіз ба? Қошеметтеп қойып, оқушылар, сабағымыздың ең соңғы қорытындылау кезеңі, ол кері байланыс кезеңінде, сонымен мынандай білім қоржынына қарайтын болсақ, сіздер бүгін сабақта қызыл қоржынымен бүгін маңызды ақпарат алдым өзіме, иә? Көп қоржын маған жаңағы сабақта түсінбеген жерлерім біраз болды, иә? Сары қоржында жаңағы мен белсенді болған жоқпын, және де бұл білімді мен жаратпаймын. Жақсы, енді біраз сөйлей отырып, сіздер қорытындылай жасай отырып, жаңағы бір қоржынның түсін таңдайсыздар да, сабақтың қорытындысын жасап жібересіздер. Жаңағы біз мына топтан Сұлужан сөйлесінші. Ал Сұлужан, осы білім қоржынның ішінде қайсысын таңдайсың? Қызылын, иә? Жақсы, айта ғой. Неге қызыл қоржынды таңдауыңыз? Заман өкілдері, олар жерді қайтадан қайтып алып, еділ, жайық, бұйық сияқты жерлер, және Ресей империясынан көрген зорлық-зомбылық, елге жасаған қиянатты олар шығармаларында көрсеткен, және олардың мақсаттары ол елді санасын ояту және жеңіске баулу. Сол себептен бұл білім сен үшін өте маңызды болып табылады. Сен қызылын таңдауыз. Жақсы, қошеметтеп қояйық.